Кайырлы күн, достар. Бүгін шоколадты сүзбе дайындайтын боламыз. Әуелі 400 граммдай сүзбені алып, қант ұнтағын, ванильді қосамыз. Үстінен 50 граммдай сары май саламыз. Блендермен барлығын масса болғанша араластырамыз. Дайын болған массаны арнайы қалтаға салып, ұшын кесіп, ұзынша етіп тақтайдың бетіне орналастырамыз. Содан соң мұздатқышта 2-3 сағаттай қоямыз. Қара шоколадты алып ыдысқа салып, ыстық суда ерітіп, мұздатқышта дайын болған сүзбелерді алып, шоколадқа аунатып аламыз. Үстінен шоколадты жіңішкелеп жүргізіп, құлпынайды қойып сәндеп шығамыз. Міне достар, өте керемет дәмді шоколадты сүзбе дайын болды. Міндетті түрде жасап қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.